бирок кайрадан промо жазып берди. Ата, кешіріңіз. Ештеңе етпейді балақай. Рахмет, ата. Сәлем, көмек керек пе? Иә, көңілсізбін. Ойымды ма? Мен қашанда қастарымдамын. Рахмет, досым. Достарым, ойнайық. Иә, құбарай. Жарайсыңдар, менің достарым. Салып, одан кейін видеосын қолдырдық. Проп арқылы, және звукограмм арқылы озвучка салдық, және компьютер арқылы видео монтаждадық. Татын батыр керектелі. Сол сәтте Айбек қорықпады. Ол сауытын киіп, қылышын қолына алды. Ескі ғарыш кемесіне мініп, жүрегін бекемдеді. Зымыран көкке атылып, жұлдыздардың арасымен айға қарай ұшты. Ай бетінде көлеңке құбыжықтар жарықты жұтып тұр екен. Айбек олармен Үйіңізге апарайын. Рахмет, қарағым. Бір күні ауылға қатты боран соғып көріп, Байғұс-ай, сен тоңып қалдың ғой? Үйге жүріңдер, сүт ішесің. Міне, мына жерде жат. Түнде айыру түсіп. Қаласы болыпты. Бұл қала, осы қалада Айбар деген зерек бала өмір сүріпті. Егер біз табиғи жаңбыр суын жинайтын жүйені қоссақ, және энергияны үнемдеу режимін іске қоссақ, қала қайтадан қалыпқа келеді. Салалы жерде дыбыстау арқылы оған неше түрлі тапсырмалар беру арқылы 24/7 жұмыс істейтін интеллектуалды чат-боттар, сұрақ